Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін кезекті жұмыстамыз. Бастайын деп жатырмыз. Енді осындай 3 қабырға, осының полымен. Қабырғасынан элекпаш жағылған, яғни ақтелген. Ал біз оған қабырғаны шаппаймыз. Қазіргі заманғы технологияға сәйкес бетоннан контакты деген бастыру бар. Соны жағамыз, түсетіндерін түсіптейміз бірнеше. Осын жаңа қоюладып, бүдір-бүдір қылып, көріне ма, көрінбей ма, майда-майда құмдар өйсіп қойылатып жағамыз. Сол кезде қатты слой пайда болады. Сонымен соның үстіне қатты қоюларын. Сол кезде үстіне кавельный клей жапсыра беруге болады. Сынып кетеді. Осын тастай слой болады. Ең бастысы асты тастай болған дұрыс. Бұл дейінгісі, енді кейінгісі кейін болады.